Ал қыздар, жігіттер, қош келдіңіздер. Өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Біз Аргумент Дебаткөл боламыз. Біз Алматы қаласы, оның ішінде Алматы облысы Үшқоңыр ауылынан гимназия мектебінде боламыз. Өзіміздің клубымыз Аргумент Дебаткөлі 2013 жылы құрылған болатын. Біз Тараз қаласына келуіміз бірінші рет. Менің аты-жөнім Басарова Марина, Аргумент Дебаткөлінің президенті болып келемін. Жалпы біз барлығы 10-шы сынып оқушыларымыз Ақтауда. Жалпы республикалық турнирларға келуіміз бірінші рет емес, бірақ та Тараз қаласына келуіміз бірінші рет. Қош келдіңіздер дейміз. Халықаралық Тараз инновациялық институты ұнап жатыр ма сіздерге? Әрине. Бізді қарсы алған барша адамдарға рахмет айтамыз. Жақсы қарсы алды. Жалпы Тараз қаласы өте әдемі екен. Бірінші келуіміз болғандықтан бірінші впечатление дейді ғой, сол жалпы жақсы. Ойын туралы не айта аласыздар? Қалай болады деп отырсыз? Осындай басқа қалаға келіп, жаңа опыт алып, жақсы адамдармен танысқан жерде, жаңа қалада жаңа жарыстарда қатысқанымызға өте қатты ұнайды. Жалпы ойын туралы айтатын болсақ, енді осы турнирда күшті дүниелер күтеміз. Барлығы үміт өтіп жатыр және ары қарай да солай болады деп үміттенеміз. Жалпы турнирді алуға тырысатын боламыз. Сол үшін келдік. Жақсы. Ұйымдастырушы жағынан да, қарарлар жағынан да барлығы қазірге дейін бәрі жақсы және де өте үлкен дәрежеде, жоғары дәрежеде ұйымдастырылып жатқанын көріп жүрдік. Жақсы. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Барлық командаларға жеңіс тілейміз. Және Алматыдан Мосқа келді деген ой болмасын. Жалпы осы турнирді алуға келдік. Бұйырса, сол бәріне сәттілік тілейміз. Жақсы. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Рахмет.